Сәлем достар, сіздермен бүгін дәмі керемет болатын қазан самсасын дайындаймыз. Яғни кейбіреулер бұны кесе самсасы деп те атайды. Құрамын жазып кеттім. Ең алдымен бір жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Содан соң 4 ас қасық қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сары майымызды құямыз. Ерітілген болуы керек. Кішкене суытқанымыз дұрыс болады. Жақсылап араластырып, содамызды қосамыз. Кішкене тұзымызды қосып жіберіп, тағы да араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды бөліп салып аламыз. Оны да алдымен қасықпен араластырып, кейін кәдімгі нан сияқты үстіне ұн қосып илеп аламыз. Қамырдың июін жақсылап қандырып, содан соң оны салафанға салып, тоңазытқышқа 40-30 минутқа салып қоямыз. Мен салмасына картоп, ет, пияз қостым. Өздеріңіздің қалауыңызша қоссаңыздар болады. Сіре, бұрыш қоссаңыз дәмі өте керемет болып шығады. Майдалап турағандарыңыз өте әдемі көрінеді. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді тоңазытқышта тұрған қамырымызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Ендеше бөліктерге бөліп алған қамырымызды жайып бастаймыз. Жақсылап өте қалың емес, өте жұқа емес етіп, 1-2 сантиметрде жайып аламыз. Жайған қамырымызды бір ыдысқа, яғни пиала немесе кесе өзіңіз размерін көз мөлшерімен есептеп салмасын ішіне саласыз. Мен әрқайсысына 5 ас қасық салманы салдым. Пиаланың ішіне салдым, маған солай ыңғайлы болды. Астын жауып, артық қамырын кесіп аламыз. Ыдыстан шығарып, екінші бетін сәндеуге арналған қақпағын жасайтын қамырды дайындаймыз. Оны да жақсылап жаямыз да, осылай қолымызбен ұзын, яғни лапша сияқты қылып, екеуін біріктіріп, орап шығып, қазанның қақпағы сияқты жасап шығамыз. Видеодағыдай орасаңыздар өте ыңғайлы болады. Осылай жақсылап қамырды қойып аламыз. Және де қалған қамырдан кішкене дөңгелек қақпақ сияқты етіп жасап қоямыз. Мен барлығын жасап болдым. Бетіне жұмыртқаның саруысын жағып шығамыз. Және де 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Біздің қазан самсамыз дайын. Ас болсын арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.